Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай мини панкейк жасаймыз. Бір жұмыртқадан осыншама панкейк шығады, өте дәмді болып шығады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, видеоны көрмес бұрын тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды қосамыз, үстіне шым-шым тұз қосамыз, 2 ас қасықпен құм шекер қосамыз, оның үстінен жылы сүтімізді құятын боламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөлімінде жазулы тұр. Оның үстінен сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды, разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қою емес, сұйық емес, орташа қоюлықтағы қамыр шығады. Жақсылап іртік қалмайтындай етіп, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды кондитерлік қапшыққа саламыз. Осылай астына стаканды қойып, сұйық болғандықтан осылай құйыңыздар. Барлығын құйып аламыз, сол кезде жұмыс жасау ыңғайлы болады. Енді табамызды аламыз. Егер жабыспайтын таба болса, осылай қыздырып тұрып, орташа отта кондитерлік қапшықтағы панкейктерімізді осылай орналастырып құйып шығамыз майдалап. Егер мини панкейк жасамайым десеңіз, кәдімгі үлкен етіп те жасай беруге болады. Араларын кішкене осылай алыстау етіп, барлығын құйып шығамыз. 1 минуттай өткеннен кейін астын баяу қойып қоямыз. Келесі бетіне аударып аламыз. Осылай ақырындап алып, келесі бетінде қызарғанша пісіреміз. Барлық панкейктерімізді біртіндеп ақырындап осылай төңкеріп алатын боламыз. Достар, менің арнамнан неше түрлі оңай жасалатын, сәтті шығатын тегін мастер-класстарын таба аласыздар. Сондықтан видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып қойуды ұмытпаңыз. Қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол кезде жаңа видеолар шыққанда сізге хабарлама баратын болады. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді де ұмытпаңыздар. Не осындай әдемі мини панкейктер шықты, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.